Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Достар, мен күшті қызық видео бастағым келіп тұр. Әлихан екеуміз. Қыздар, видео түсіретіміз біледі, бірақ не видео түсіретімізді білмейді. Мен оларға айтқан жоқпын. Қазір мен оларға күшті тапсырма берем. В общем, қызық болады. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Кеттік, қыздарға барып қайтамыз. Так, балаларға кеттік. Тынышталыңдар. Әлихан, тыныш. Так, қыздар, төбелеспейміз, ұрыспаймыз, видео бастаймыз. Қандай видео екенін мен сендерге айтайын. Қазір екеуің бір орын таңдайсыңдар, кез келген. Бір жерде отырасыңдар ма, жатасыңдар ма, тығылып қаласыңдар ма, айтпаймын неге екенін сол кезде айтам. Бірақ сендерде уақыт өте аз, мен 5-ке дейін ғана санаймын. 5-ке дейін санағанда өздеріне бір орын таңдап, сол жерде отыруларың керек. Неге? Сосын айтам неге екенін. Ойын басталды. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Аннелек, болды сен сияқты қозғалма. Не басына кіріп кеттің? Сен жерде тұр, сен қозғалма. Достар, міне Аякош бізде осы кроватьты таңдады. Анеля бізде мына жақта столдың астында таңдады. Так, қыздар, енді тыңдаңдар. Сендер осы таңдаған жерде 24 сағат уақыт өткізесіңдер. Басқа жер таңдамайсың. Аякош, сен күшті жер таңдапсың ғой, прям жұмсақ, жатасың, үстінде ойнайсың. Ал Ангелек бізде кухняға жүгіріп барды. Столдың астына кіріп кетті. Сен енді осы столдың астында 24 сағат уақыт өткізесің. Сол, ойын сондай. Енді вот, керек заттар демекші. Давайте керек заттарыңды аласыңдар. Так, оны былай істейміз. Жоқ, сендер шықпайсыңдар. Сен бұның астынан шыға алмайсың, осының астында отыруың керек 24 сағат бойы. Тапсырмаларды, керек заттарды маған айтсаң болады. Бірақ мені 3 рет қана жұмсауға мүмкіндігің бар. Аякош, сенің де 3 рет қана жұмсауға мүмкіндігің бар. 3 рет жұмсап, керек затыңды алып аласың. Бірақ ойланып отыратын уақыт жоқ, мен 5-ке дейін қана санаймын. Бірінші жұмсайтын керек заттарыңды 5-ке дейін санаймын. 1, 2, 3, 4, 5. Болды ма? Болды ма деп болды, үлгірмедің, қайшымен қағаз әкеп берем. Сосын келесі тапсырма. Тағы келесі не керек? Санаймын, кеттік, айт. 1, 2, 3, 4, 5. Болды, үлгірмедің. Плед, жастық, қайшы, қағаз әкеп берем. И үшінші рет жұмсауға мүмкіндік. 1, 2, тоқтай тұра алмайым. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Болды, 5-ке дейін ғана санадым. Достар, Анеля мен 3 рет жұмсап, осындай ғана заттар алдырды. Осы заттардың көмегімен ғана сен осының ішінде 24 сағат отыруың керек. Және сен ең маңыздысын сұраған жоқсың. Сен тамақ сұраған жоқсың. Жоқ, болды, ешқандай мүмкіндік жоқ. Сен де кеттім Аякошқа. Қазір заттарыңды әкеп берем. Аякош деген күшті жерді таңдап алған. Аяна, дәл солай, сенің 3 рет мені жұмсауға мүмкіндігің бар. Керек заттарыңды мен әкеп берем. Бірінші не керек? Санайым. 1, 2, 3, 4, 5. Қағаз мен скотч ғана. Қаламды айтып үлгірген жоқсың. Жоқ, енді үлгірмедің ғой, үлгірмейсің ба? Келесі шешімді тез қабылдап үйрентеді екен мына ойын, Келесі екінші рет мені жұмсағанда не алдырасың? Екінші рет жұмсауға. Мен не істеп жатырмын? Мен крылышки пісіріп жатырмын. 1, 2, 3, 4, 5. Болды ма? Крылышки мен огурцы ма? Үшіншісі. Қалам. 1. Мен телефоным. 2, 3. Сосын 4, 5. Болды ма? Осы заттар ғой точно болды, әкеп берем. Крылышки мен огурцы ма? Достар, просто мен қалай айтады, солай әкеп берем. Сен айтуың керек еді, огурцыйды турап әкел деген сияқты. Түсін ба? Сен қалай айтың, дәл солай алып әкеп бере салам. Қазір көресің. Турап деп айтқан жоқсың ғой сен видеода. Маған тапсырма бергенде.
В общем, достар, қазір мен қыздардың тапсырмаларын берген жаңағы керек заттарын әкеп беремін. Анүліктің бірінші бергені плед пен жастық. Пока осыны апарып берейін саған, Ангелік. Астына сыймай жатыр Анүлік бізде. Сосын қағазбен қайшы, қайшы апарып беремін. И қағаз апарып беремін. Так, қағаз бізде мынақта. Қайшы, телефон, штатив, қағаз, сұраған заттарың. Оп, ішін уже үйшік қылып қойсың ғой. Қазір Аякөштің заттарын апарып берейін. Аякөштің сұраған заттары қалам, скотч, қағаз, сосын телефоны. Жүркеттік апарып береміз. Әлихан маған көмектеседі. Аяна, сенің керек заттарың. Осы заттарды қолданып, осы жақта сен уақыт өткізуің керек қой. Телефон. Болды, осы ғана сұрап үлгірдің. Сұраған тамағыңды әкеп берейін қазір еще. Достар, менен Аякөш крылышки сұрады, бірақ ол піскен жоқ. Сол үшін піскен крылышки апарып бере беремін. Өйткені ол маған айтқан жоқ. Піскен крылышки деп. Аякөш, сенің тамағың огурцы мен крылышки. Майым болса, ләзем турамасын. Тура деп айтқан жоқсың біріншіден. Огурцы жуылған бұл. Сосын крылышки, бірақ ол піспеген. Піспеген, енді пісіріп жатырмын ғой. Деп піскен крылышки. Қашып атсын. Әдемі ғып туралған огурцы. Сосын піскен тамақ деп етпесін бе? Крылышки деп айттың, әкеп бердім. Не істен енді, алып кетейін бе қайттан? Сен де тәтең ұқсап, онда тамақсыз қалып қойдың. Тамақ. Болды, сен уже айтып қойдың, мен бұны апарып қайттан пісірейін. Болды, бара бер. Пісіп. Нана апарып қайттан. Достар, қыздар қалай уақыт өткізіп жатқанын қарап жіберейік. Анүлік, сен не істеп жатсың? Қағазбен қайшы ғана алдырттың. Енді қалай уақыт өткізіп жатсың? Не істеп жатсың? Бізге айтып жүр. Папугай істедім. Папугай істеп жатсың ба? Анүлік папугай істеген қойыңыз. Өйткені ол бір өзі ішіп істі, сөйтіп қасына папугай істеп алайын деп жатыр ау деймін. Папугай істейді, еще телефон көреді. В общем, ішіп іспайды. Еще телефонмен ойын ойнайды. Ал бірақ еш нәрсе жей алмайды, тамақ жей алмайды. Тамақ алған жоқ. Неғ тамақ сұрамадың? Ал Аякөш не істеп жатыр екен? Аякөш, сен не істеп жатсың? Аякөш деген бізде қалам сұратты. Стенаға жабыстырам де. Стенаға. Мен де стенаға. Ой, сен қасында көмекші бар екен ғой, сен ішің піспайды маяқта. Достар, Анүлік не істеп жатыр екен? Осылай папугай жасап жатыр, бұрап жатыр қағазды. Былай да бай майыстырып жатыр, қайыстырып жатыр, қинап жатыр. Бүктеп жатыр. Әйтеуір бірдеңе шығарып жатыр. Ақтер көктер болып. Аякөш не істеп жатқанын көріп келеді. Аякөш рахат жатып алып, сурет салып жатыр. Неше түрлі осындай суреттер салып қойыпты. Қайшы алмаған. Тісімен десіп жатыр бәрін. Қазір қайда тағы сурет салған. Папугайың ұзақ ба әлі? Ұзақ. Қайда әлі? Қазір Аякөш Анүлік. Әлихан су ішіп жатыр. Болмайды саған ішуге. Су алдырған жоқсың сен бізге. Не істеп жатсың? Үстіндегісін алып жеуге болады. Білмеймін үстінде не бар. Бірақ астынан шығуыңа болмайды. Не істеп жатсың? Мә, достар, штативпен бірдеңе алайын деп жатсың ба? Не істеп жатсың? Достар, телефонын пайдаланып. Не істеп жатсың? Кефирге баратыр. Күшті ойлап таптың ғой, Анүлік. Үстіндегі заттарды телефонмен көрді. Штативпен ала алмайсың. Штативті сындырып алма. Әлихан былай тұр, тәте бірдеңе бүлдірейін деп жатыр. Вау, Анүлік алып қалайын деп жатсың жаймен деп. Маған ба бұл? Көрініп тұр ма саған? Көрініп тұр екен ғой. Молодец, Анүлік. Давай, Анүлік, қана.
Ары қарай қолың жететін шығар енді. Болмайды саған столдың астынан шықпа. Вау, достар. Анелік өзінің жейтін тамағын алып алды. Кухняда отқан қандай жақсы болып десе. Кефирді ала алмайсың, енді төгесің оны. Оны ала алмайсың. Наушник аласың, наушник бар үстінде. Бауырсақ бар екен үстінде. Ала алмайм көрсетейін. Ура, достар, банан алып алдым мен сонда. Ең болмаса банан алып алдым десе. Пожалуйста, көмектесіңдер. Суды қалай аламыз? Біз көмектесе алмаймыз. Подписчиктер де саған көмектесе алмайды. Аян, Анеля. Бірінші су деп айтуын керек еді, жаңа астына кіргенде 24 сағат отырасың дегенде, иә? Анелік, не істеп жатсың? Олай істеме, сен суды төгесің ғой ішіне, оны ала алмайсың өйтіп. Жылжып жатыр. Жылжиды ғой, конечно, құлатасың ғой жерге, сындырасың суын. Ала алмайсың. Су ішкісі келіп жатыр. Тәте, ала алмайсың деймін. Анеля, ол саған бармайды ма? Жерге құлайды ғой. Достар, бұл жерде стаканнан басқа ешкімге зақым келген жоқ. Аякош не істеп жатыр екен? Аякошта кішкентай өседі, тамағы бар. Мына суретті салдым. Мынау клубника, мынау Аяна деп сөзбістағаның мен, мынау. И осындай суреттер жақсы көремін мен. И осындай суреттер. Не істейін деп жатсың еді? Мама, су бер сурет. Жоқ, болмайды, сен мені үш рет жұмсап қойдың ғой. Су бер, бір рет қойып жұмсап. Жоқ. Ойын ойнап жатсың ба? Ойын ойнайын деп жатсың ба? Мама, су бер, мама, су бер. Жоқ. Су бер. Болмайды. Су бер. А? Су бер, мам. Жоқ, болмайды. Не деп жатсың, Аякош? Әте, су қалай аламыз? Аяна, қалай аламыз? Суды туы бір. Давай екеуің ақылдасыңдар, қалай су боласыңдар. Саған столдың астына шығуға болмайды. Саған түсуге болмайды. Ол өзін огурцын жеп жатыр. Аяна. Қалай аламыз? Мен де жақын отырмын, бірақ қолым жетпейді. Аяна, бірден айтайын ба саған? Жаңа су алам деп стаканды сындырып алдым. Қолына стеклом кірген жоқ па? Кірген жоқ, мама знап берді. Нағыз стекло сындырды. Ой, стакан сындырды су алам деп. Онда жерден түсем. Болмайды, түсуге жеңілесің. Түсе бер, бірақ жеңілесің. Шарппен бітап ұшырап дейін ба? О, сөйтсе, иә. Әте, қалай аламыз? Суды. Достар, қыздар суға шыдамайтын сияқты шөл деп жатыр екеуі. Мама, су. Не істейді, достар? В общем, су деп түсетін болсаңдар, жеңілесіңдер біреуің. Қайсы бірінші шығып, түсіп, жеңіледі екен. Аяна, мен папугайын жасап болдым. Менде қалым жоқ. Қазір папугайын көріп жіберейік. Оны апарып берші. Мен апарып бермей. Саған лақтырам мен. Ол лақтырған ойға дейін жетпейді ғой. Папугай ортадаға қойды. Алып бермеймін мен, бірақ достарға көрсетемін. Достар, міне осындай папугай жасады. Күшті папугай жасады, Аяна деген, Анеля деген. Сонымен енді кім бірінші түседі екен ал? Кім бірінші шығады екен суға? Аяна, сен ше? Не істейміз ал, достар? Мама, папугайын апарып беріп ұстап берсін. Жоқ, апарып бермеймін, болмайды. Сен мен 4-ші рет жұмсайын деп жатсың бұл кезде. Давай екеуміз бірге шығамыз қазір. Бірге шығайын. Достар, қыздар деген келісіп жеңілін деп жатыр. Жеңілді. Суға шыдамайды екен екеуі. В общем, достар, жеңіл қалды қыздар. Достар, біз негізінде отыра беретін едік, просто суға шыдамадық. Бірінші су сұрау керек еді, бірінші су сұрау керек екен, келесте естеріңде болсын. Тез бол, не керек айтыңдар деген кезде ең бірінші сумен тамақ алдырып алу керек екен. Ал мен видеоны осы жерде аяқтаймын, достар. Келесі видеода кездескенше. Сау болыңыздар, пока-пока. Мен папугайым қайда? Сіздің папугайыңыз міне. Маған көз салу керек. Қана қолыңа қойып көрші. Ой, күстікен папугайы.